Бәріне сәлем. Сізбен бірге адвокат Тайыр Насханов. Мен бизнесті қорғау саласында маманданамын. Бүгін бейне ролигіміз 22 жаста қалай адвокат болуға болады тақырыбында арналады. Лайк басып, менің YouTube каналыма жазылыңыздар. Студенттер мен заң факультеттерінің түлектері қай мамандықты таңдап кәсіби мансапты сәтті бастауды әрдайым біле бермейді. Мен адвокат ретінде адвокаттық қызметте өз жолыңызды қалай бастау керектігін және 22 жастан өз ісіңізді қалай жүргізу керектігін айтамын. Алдымен айтайын. Қазақстанның көптеген университеттері студенттерге заңгерлік кәсіптің практикалық дағдыларын алуға мүмкіндік береді. Оларды негізгі сабақтардан 4, ал кейбіреулеріңізді 2 және 3 курстардан босатады. Бұл өзінде құқық саласының әртүрлі салаларында сынап көрудің және қайда және кіммен жұмыс істеу керектігін білудің тамаша мүмкіндігі. Сонымен қатар, кәсіби еңбек өтілі университетте бітірмей тұрып басталады. Өйткені студентті өзінің көмекшісі ретінде жұмысқа қабылдайтын адвокат онымен еңбек шартын жасасады. Сондай-ақ зейнетақы және басқа да әлеуметтік аударымдары жүргізеді. Демек, университеттен кейін түлек немен айналысқысы келетін біліп қана қоймайды, сонымен қатар жеткілікті тәжірибе мен практикалық білімге ие болады. Білмейтіндерге айтарым, адвокат болу үшін жоғары заң білімі болуы және тағылымдаманың өту қажет. Тағылымдама жалпы ереже бойынша 1 жылға созылады. Бірақ, егер тағылымдамадан өтушінің заң мамандығы бойынша жұмыс тәжірибесі болса, онда тағылымдама мерзімі 6 айға дейін қысқартылуы мүмкін. Әрбір тағылымдамадан өтуші кемінде 5 жыл кәсіби қызмет өтілі бар адвокатқа бекітіледі және оның басшылығымен адвокаттық қызмет шеберлігін түсінеді. Құжаттар жасауда халыққа консультация беруді үйренеді. Қылмыстық, азаматтық, әкімшілік істердің материалдарымен танысады. Сот отырыстарына және тергеу әрекеттеріне қатысады. Тағылымдамадан кейін сіз адвокаттық қызметпен айналысуға емтихан тапсырып, лицензия алуыңыз керек. Менің тәжірибем көрсеткендей, университеттен кейін бірден келген және тағылымдамадан өтуге жауапкершілікпен қарайтын стажерлер емтиханды бірінші реттен тапсырып, 22 жасында адвокат атанады. Сондықтан қорықпай тырысу қажет. Барлық студенттер мен түлектерге мамандық таңдауда шешім қабылдауын тілеймін. Бұл бейнеролик сізге қалай адвокат болуға болады деген сұраққа жауап берді деп үміттенемін. Бүгін сізбен Тайыр Насханов болды және менің мамандығым қылмыстық, азаматтық және әкімшілік істер бойынша бизнесті қорғау. Бейнеролик тақырыбы немесе бизнесті қорғау туралы сұрақтарыңыз болса, түсініктемелерде жазыңыздар. Ал мен өз кезегімде жауап беруге тырысамын. Лайк басып, YouTube каналыма жазылыңыздар.